Сәлем достар, сіздерге IP-ның адресін қалай өзгертеміз, солын көрсететін боламын. Ол үшін Google-ға elisense.kz деп жазып Міне басыңыздар. басты бетте обслуживание деген батырманы басасыздар. Ол жерде 3 порядок шығады. Осы жерде мәне 5-ші порядокта 2-ші тұрған қатардағына кіресіздер. Уведомление о начале деятельности качества деген. Ол жерде де 2 порядок шығады. Оның біріншісінен емес, екіншісін таңдаймыз. Уведомление о изменении деген тұр ғой. Соны таңдайсыздар. Әрі қарай заказать услугу онлайнда таңдайсыздар. Бірден қай ауданға ауыстырып жатырсыздар, соны таңдап аласыздар. Новидан қойып жатқан жаңағыдай IP-ңыздың адресінің районын таңдап алыңыздар. Ол жерде бірінші басты бетте сіздердің данныйларыңыз шығады, өзіңіздің данныйларыңыз. Басты бетте сіздер не тіркейсіздер, соны көрсетейін. Ең бірінші қазіргі тұрып жатқан пропискаңыздың бойынша индексін жазып аласыздар, почта индексін жазып аласыздар. Одан кейін телефон номерлеріңізді жазасыздар. Телефон номерімізді жазып болған соң астында вопрос орган государственных доходов деген жерге заявка жіберіп көрсіздер. Отправить дегенді басасыздар. Олар сіздерге да или нет деп одобрение береді, бермейтін сол жерден көресіздер. Әрі қарай болған соң далее дегенді басасыздар. Бұл жерде бізде енді IP-ның адрестерін толтыратын боламыз. IP туралы мәліметтерді толтырамыз. Ең бірінші сіздердің қазіргі IP-ларыңызды ауыстырып жатқан адресіңіздің почтовой индексін жазасыздар. Қалаңыздың. Одан кейін райондарыңызды, облыстарыңызды жазасыздар. Осы жерде жаңа басты бетте сіздер райондарыңызды таңдап кірдіңіз ғой. Енді сол автоматты түрде осы жерге сіздерге шығарып береді. Одан кейін название улицы деген жерге несін жазасыздар? Көшенің атын жазасыздар. Менде осылай WhatsApp-та жазып берген, соны копировать етіп қоя салайын. Әрі қарай номер дома деген жазасыздар. Одан кейін номер квартираны жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар болады. Бұлай звездочка тұрған болса, оны обязательно толтыру керек деген сөз. Одан кейін номер телефон. Одан кейін специальный сведение деген жерге IP-ларыңыздың атауын жазасыздар. Алдындағы ашылған IP-ларыңыздың тек қана адресін өзгертетін болсаңыздар, сол жерде бүткіл нәрсені көшіресіздер, тек қана адресті ғана өзгертесіздер. Ол уведомленияны жаңағыдай Elisense сайтына кірген кезде скачать етіп алсаңыздар болады. Жазып болған соң далияны басамыз. Келесі шаг бізде окет, яғни кәсібіміздің түрін таңдайтын боламыз. Океттеріңізді осы найти дегеннің жанында тұрған порядокқа санын жазсаңыздар, сіздерге тез шығарып береді. Іздеп отырмайсыздар. Сондықтан осыны жазып болған соң найти дегенді басасыздар. Сонда сіздерге автоматты түрде IP-ның несін шығарып береді, окетін шығарып береді. Әрі қарай далияны таңдап, ECP ключтарыңызбен подписация етіп, осылай IP-ларыңыздың данныйларын өзгерте берсеңіздер болады.
ол 24 сағатта өзгертілетін болады, базада шығады. Оның өзгертілген қайдан көреміз? КНП сайтында регистрационный данныйға кіресіздер, вопрос деп жіберіп проверить десеңіздер, астында сіздердің өзгертілген өзгертілмеген жайында мәліметтер тұратын болады базада. Қай кезде өзгертілгені уже сол жақтан шығып болған соң көрінеді. Міне осылай өздеріңіздің эпларыңызға өзгеріс енгізе берсеңіздер болады. Адрестерін өзгеріп, жаңағыдай окет қосып, немесе басқа окет қоссаңыздар болады. Осылай кіріп болған соң уведомленияның ішінде сіздерде міне шығарып береді. Қандай район таңдалынды барлығы. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген видеолар, пайдалы видеолар бөлісетін боламын.